Баршаңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім. Сіздермен мен бүгін осындай бауыр тортын жасайтын боламын. Яғни бұл менің үнемі тапсырысқа дайындап жүрген рецебім, өте дәмді, үнемі өте керемет болып шығады. Ең басты ереже, бұл жерде біздің бауырымыз осындай бөлме температурасында болуы қажет. Және де оны ет тартқыштың міндетті түрде осындай өте майда көзінен өткізуіміз қажет. Қараңыздар, яғни осындай болу керек. Өте майда көзден өткіземіз. Енді бұған біз дәміне қарай тұз, қара бұрыш, приправалар және де мына жерде бір жұмыртқа қосасыздар. Одан кейін мына жерде бізде сұйық майымыз және де 250 грамм сүтіміз бар. Мына сұйық май менде 4 ас қасықпен, үлкен ас қасықпен салдым. 4 ас қасық, 4-5 ас қасық сұйық май саласыздар. Бұл жерде менде бауыр 800 граммдай. Сол үшін мен бұл жаққа 1 стақан толтырып, яғни 250 граммды толтырып сүт құятын боламын. Осының барлығын бірінші араластырып аласыздар толығымен. Содан кейін барып шетінен ұнды салып отырасыздар. Ұн менде шамамен 6 қасықтай ұн кетті. Толтырып салған кезде 6 қасық ұн кетті. Осылай бір келкі етіп шетінен араластырып отырып, ұнды да шетінен саламыз. Бірден салып жіберуге болмайды, өйткені кейбір ұндар тығыз келеді, кейбір ұндар жаңа бос болады. Сол себептен біз осы ұнға келген кезде кішкене шетінен салып жайлап өстіп араластыра отырып, яғни қамырдың қоюлығы біздің өзіміздің пісіретін деңгейімізге жеткенге дейін жаймен салып отыратын боламыз. Енді біздің қамырымыз дайын болды. Осылай табаға пісіреміз жайлап. Сковородкаларыңызға пісірген кезде бірінші мына бетіндегі беткі үстіңгі қабаты толықтай құрғағанша біз екінші бетіне аудармайтын боламыз. Күтеміз. Шамамен бұл 3-4 минутта піседі, өзі жылдам піседі. Қараңыздар, енді менің беті шамалы құрғады, шет-шетін барлығы құрғады. Енді екінші бетіне аударамын. Ешқандай да қиындығы жоқ, өте оңай. Менің каналымда бұдан да басқа тағы да рецептер көрсететін боламын. Жаңадан ашылған қазақша канал болғандықтан сіздер қолдау білдіріп, пікір қалдыра отырсаңыздар, сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Міне екінші ескерту, қараңыздар, мына жерде мен табаны отқа қоймай тұрып, яғни отқа жақындатпай тұрып, бірінші тегістеп алдым. Осылай біздің жаңағы блинімізді өстіп тегістеп алғаннан кейін барып отқа қоятын боламыз. Әйтпесе бірден отқа қойып тұрып тегістейтін болсаңыздар, асты тез пісіп қалады, дағыны үсті бір келгі болмай қалады, сосын түйдектеліп қалады. Осылай аударасыздар. Яғни қарасаңыздар, жабыспай, осында өте керемет әдемі осындай шелпекшелер болып шықты. Ешқандай жыртылған жоқ еш жері. Бәрі бүтін, бәрі бір тегіс, бір келкі болып шықты. Енді бұны толықтай суығанша осылай мен үстелдің үстіне жайып қойдым. Бұның барлығы толықтай суығанша арасына қоспаларын қоспайтын боласыздар. Менде мына жерде піскен сәбіз және де майонезім 2-3 тал чеснок қосасыздар бұл жерге. Не болмаса сәбізді кейбіреулер шикі күйінде пиязбен араластырып қуырып та қосып жатады. Ол тәсілді де көрсеңіздер болады. Бірақ менде үйде көбінде балаларым осындай піскен сәбізбен жегенді ұнатады. Осылай кезектестіріп, бірінші майонезді жағып, үстіне сосын сәбізін қойып, сосын барып келесі бауырымызды салып жасай беретін боламыз. Осылай құрастырамыз. Еш қиындығы жоқ. Сіздерге ең маңызды деген лайфхактарды айттым деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, маған пікір қалдырып, қоңыраушаны басып тіркеліп алыңыздар және де лайк басып қойыңыздар. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Қош сау болыңыздар. Келесі видеода көріскенше.